Сәлем достар! Тағам дайындауда да, түрлі ауруларды емдеуде де кеңінен қолданылатын пайдалы өнімдердің бірі қара зере майы туралы толық түсінік беріп, оның пайдасы мен зияны жайлы мәлімет ұсынатын боламын. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттер бар тамаша өнім шығарылады. Қара зере майының пайдасы. Шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданылып келді. Ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындады. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екені анықталды. Қара зере майында жүздеген белсенді зат бар. Оған көп қанықпаған май қышқылдары, амин қышқылдары, фитостеролдар, эфир майлары, сапониндер, тимохинон, нигелон секілді органикалық қышқылдар жатады. Бұл өнім кальций, фосфор, мыс, селен, мырыш, темір, А, С, Е және Б дәрумені бар басқа да көптеген бағалы компоненттерге және микроэлементтер мен витаминдерге өте бай. Зере майы әртүрлі және бай құрамның арқасында мынадай әсерге ие. Иммун түрлендіргіш, қабынуға қарсы, бактерия жойғыштық, аллергияға қарсы, қызуды түсіретін, ауруды басатын, қақырық түсіретін, несеп айдататын, тыныштандыратын, өт айдататын, тырыспа жоюшы. Пайдасы мен зияны ұзақ уақыт бойы қолданылуымен расталған қара зере тұқымынан алынатын май бүгінгі таңда да кеңінен қолданылады. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Оны қалыпты тұтыну, шамадан тыс газ жиналу сияқты жағымсыз әсерді шешуге көмектеседі. Бұл өнім асқазандағы толқи жиырылу мен қышқылдықты қалыпқа келтіреді. Диареяны жойып, қабынуды азайтады. Ішек ауруларының қоздырғыштарын және патогендерін бұзады. Тіпті құрттарды да жояды. Ал өт айдататын әрекеттерінің арқасында өттің іркілуін жоюға және өт жолдарын тазалауға көмектеседі. Зере майы бауырға да жақсы әсер етеді. Бұл май бауырдағы уытты заттарды шығаруға көмектесіп, оның құрылымын қалпына келтіреді де қабынуды азайтады. Бұл майды өт қабына тас байлану, гастрит, гепатит, дисбактериоз, панкреатит, гельминтоз, холецистит, асқазан жарасы, цирроз, бауыр циррозы сияқты ауруларды емдеуде қолдануға болады. Сондай-ақ бұл май қан тамырлары мен жүрекке де пайдалы. Аталған өнім қан тамыр өткізгіштігін және холестеринді төмендетеді. Және қан тамырларының қабырғасын мықты етіп, қан қысымын төмендетіп, сондай-ақ қанның ұйылуы мен беріштік түйіншектерін алдын алады. Қара зере майы гипертония, атеросклероз, варикоз, жүректің ишемиялық ауруы, қанның ұюы, тромбофлебит, мидың қан айналымының бұзылуы секілді ауруларды емдеуде жақсы нәтиже көрсетеді. Сонымен қатар қара зере майы күшті антиоксидант болып табылады. Ол жасушаның өміршеңдігін жоғарылатып, олардың қалыпқа келу мүмкіндігін арттырады және еркін радикалдарды жойып, ағзаның жастығын ұзартады. Ал зере майын үнемі тұтыну орталық жүйке жүйесінің жай-күйін қалыпқа келтіріп, есте сақтауды жақсартады. Сондай-ақ физикалық және ой жүктемелерін жеңіл көрсетуге көмектеседі. Сонымен қатар ол метаболизм процестерін белсендіреді және иммунитетті көтереді. Зере майы жиі үрпінің қабынып ауруы, цистит, пилонефрит және бүйрек ауруы қабынуы секілді несеп жыныс жүйесі ауруларын зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Бұл жағдайда зере майы қабынуға, бактерияға қарсы және несеп айдататын қасиеттеріне байланысты оң әсер береді. Зере майы ер адамдарға ұрықтың сапасын жақсартуға, жыныстық белсенділік пен әлеуетті арттыруға көмектеседі. Бұдан басқа зере майы ерлердің жыныс мүшелерінде қабыну процестерінің дамуының алдын алуда жақсы ем болады. Ал бедеулік, қуық асты безінің аденомасы, қуық асты безінің қабынуы секілді аурулардан зардап шегетін ер адамдар зере майына ерекше назар аударуы қажет. Зере майы әйелдер үшін де пайдалы. Оны тұтынудың арқасында гормоналды балансты қалыпқа келтіріп, қабынудың және тіпті жыныс аймағында ісіктердің пайда болуын алдын алуға болады. Бұл май сондай-ақ бала емізетін аналарға сүттің жақсы шығуына көмектеседі. Сондай-ақ қара зере майының температураны төмендету, қақырық түсіру, вирусқа қарсы және бактерия жойғыштық әсері, бронхит, пневмония, жөтел, тамақ ауруы секілді ауруларды емдейтін қабілеті туралы да атап өткен жөн. Зере майы тері проблемаларын шешуде де белсенді қолданылады. Оны безеу мен бөртпелерді емдеуге арналған ең жақсы өнімдердің бірі деп атауға болады. Бұл май қабынуды басып, зақымдардың тез жазылуына ықпал етіп, бактериялар мен зеңдерді жояды. Зере майы қышыма, теңге қотыр, ұшық, күйік, теріні зең басу, зақымданған теріні
атопиялық дерматит, сүйел, есек жем секілді денеге шығатын түрлі ауруларды емдеу үшін ұсынылады. Бұған қоса ол геморрой, ринит және құлақ ауруларын емдеуге көмектеседі. Қара зере майы косметологияда да сұранысқа ие. Оны маскалардың құрамына, қартаюға қарсы кремдерге, шашты күтуге арналған құралдарға, массаж майларына жиі қосады. Зере майы теріні ылғалдандырып, жұмсартады және сергітеді. Ол әжімдерді азайтып, терінің серпімділігін және өңін жақсартады. Бұл өнім майлы бездердің жұмысын қалыпқа келтіріп, қызаруды жояды және терінің регенеративті қабілетін арттырады. Бұдан басқа, бұл өнім целлюлитке қарсы жақсы күреседі және қайзақтан арылтып, шаштың түсуін тоқтатады. Яғни, жалпы шаштың құрылымын қалыпқа келтіріп, өсуін ынталандырады және оның жағдайын жақсартады. Қара зере майының зияны. Зере майының басқа да көптеген күшті дәрілік өсімдіктерден айырмашылығы, ол ағзаға елеулі зиян келтірмейді. Сондықтан оны қолдануда аса көп қарсы көрсеткіштер болмайды. Ең алдымен бұл өнімді жүкті әйелдер қолданбауы керек. Себебі ол жаттардың кішіреуіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ оны жақында ғана ағзаны трансплантациялау отасын өткерген адамдарға да қабылдауға болмайды. Бұл жағдайда майдың күшті иммунокүшейтуші қасиеті ағзаны қабылдамауды тудыруы мүмкін. Зере майы қысымды төмендетуге қабілетті болғандықтан, қан қысымы төмен адамдар оны бар сақтықпен қолданылуы керек. Сонымен қатар оны 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Және әрине бұл өнімді жеке төзімсіздікке байланысты көтере алмайтын адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады. Ал қалғандары қара зере майын тек бақылаусыз қолданған кезде және ұсынылған дозадан көп қолданған жағдайда жағымсыз әсер көрсетуі мүмкін екен ескеруі жөн. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен